өз-өзін көрсету өте қиын, себебі әр командадағы жұмыс жасайтын менеджмент дұрыс емес деп ойлаймын. Біздің қазақстандық волейболшылар, жас волейболшылар қазір сол өзінің конкуренция көрсетуге дайын ба? Дубльден кейін вышкаға ауысатын, вышкадан мысалы чемпион болса, ұлттық лигаға шығатындай, сондай жүйе болса, өте керемет болады. Бірінші, екінші турға қарап, мен ондай енді кешірім сұраймын, бірақ енді шындық деп айту керек деп ойлаймын. Біздің ұлттық құраманың бас бапкерімен кездескен кезде міндетті айтатын жастар көбірек тартынышты. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, Inside Volleyball YouTube арнасында кезекті подкаст. Бүгін біздің қонақтарымыз Ақтөбе волейбол клубының ойыншылары, Қазақстан жастар құрамасының мүшелері Әділ Сүлеймен және Асылхан Ізберген. Жігіттер, қош келдіңдер. Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Енді бірінші сұрақ, Асыл, Әділ өздеріне жалпы енді ұлттық лиганың екінші туры Павлодар қаласында жалпы биылғы деңгейі қандай, биылғы команданың деңгейі, себебі енді біз білеміз, үшінші ғой, екінші жыл ма? Ақтөбен ойнау ұлттық лигада. Ұлттық лигада екінші жыл, иә. Былтыр дебют жасаған болатсыңдар, барлықтарында ойнадыңыздар. Плей-оффта тіпті усиление ретінде бір легионер де келіп үлгерді, бірақ та енді нәтиже бір соншама бір керемет болған жоқ. Ал биыл команда маусымды керемет бастады. Суперкубок, кубок, Азияға жолдама. Енді бір жылда осындай команданың 180 градусқа өзгеруі сендерге қалай әсер етті? Біріншіден, мысалы, былтырғы сезонда айта кететін болсақ, Айбат ағамыз келді. Ол кісімен нацик лигада дебют жасаған болатынбыз. Сосын бізге жас балдарға шанс беріп, бір жыл шансты ойнап шықтық. Соңында жаңа легионеріміз келді. Ол да ойын көрсете алмады ма, дұрыс көрсете алмаған сияқты. Сенсе алмады ма біздің чемпионатқа? Солай мүмкін. Сосын ол сезонда жақсы аяқтадық. Сосын келесі жылға бізде үкіметтен қаржы бөлініп, жақсы игроктар алдырдып, легионерлер алдырдып, осы Қазақстанның сборниктарын алдырдық. Сонымен осы сезон бастаған болатынбыз, және қуаныштымыз осындай командада ойнап жатқанымызға қуаныштымыз. Не дейсің? Асылхан, сол кезде ой болған жоқ па? Мысалға, былтырғы маусымдағы көп ойындарда уақыт жағынан енді биыл маусымда конкуренция, сенің позицияңда жаңа ойыншылар көп, Қазақстан ұлттық құрамасының ойыншылары, жалпы легионерлер, бір аз ойнап қалам, деңгейім түсіп қалады деген бір ойлар болған жоқ па? Негізінен ондай ойлар басында мазалаған, әрине. Площадкеде уақыт аз өткізсең, сен опытың азырақ болады деген сияқты, бірақ та енді ойлаймын, солай болу керек шығар, себебі өсу үшін сол этаптан да өту керек шығар деп ойлаймын. Әрине қиын, бірақ та сонда да әйтеуір сол кісілерге еріп, солардың жасағанын жасап, соларға еліктеп те кішкене солардан үлгі алып, болашақта соны жаратамыз деген ойдамын. Деңгейлерін өсті деп ойлайсыңдар ма? Былтырғы маусымға қарағанда биылғы маусымда. Мысалға енді сол тренировкада өздерін көрсетесіңдер, ойнайсыңдар, кейбір ойындарда шығып жүрсіңдер. Мысалға бірінші турда Атырауда сендер сол суперкубокқа дейін Жетісу командасымен ойнадыңыздар да. Бір де замен жасаған жоқ Сергей Михайлович Трикоз, және сол былтырғы состав деп айтайықшы, былтырғы құраммен ойнап Жетісу командасын 3-0 есебімен ұтылдыңдар енді. Сол кезде еңселерің түспей ма? Біздің деңгей өспейді, әлі сол қалпында қалдық, сол жаңағы тренировкада көрсеткен волейболды сол алаңда дұрыс көрсете алмайсыңдар ма? Или сондай бір ой болмай ма Әділ сенде? Тоқтап қалу деген деңгейін. Жоқ, әрине, мысалы, ондай ойындардан керісінше біз опыт аламыз. Келесі ойындарға уже жақсырақ ойнауға тырысамыз, қателіктермен жұмыс жасаймыз. Ол бізге берілген шанс, мүмкіндік, біз оны жақсы жағынан пайдалануға тырысамыз. Енді қазір кішкене артқа оралайық, өйткені сендер енді дегенменде қаншама екінші жыл нацста ойнап жүргенге қарамастан әлі жассыңдар, әлі көптеген енді этаптардан өтеді ғой біздің жастар, жаңағы дублім бар, вышка бар, сендер дубльда да ойнадыңдар, ойнап жүрсіңдер де. Мысалға қазір енді Ақтөбе командасы дубльда бірінші турда 6 ойын болды ма, соның 5-ін ұтылды.
иә, мысалға жастар. Сендер бардыңдар да керісінше сол 6 ойынның 5-ін ұтып, біреуін ұтылып қалдыңдар екінші турда. Мысалға қазір Асылхан саған келіп басшылық, Асылхан, Әділ, сендер дубльға барып көмектесіңдер деген кезде бір ой болған жоқ па, неге мен баруым керек, мен қазір деңгейім ондай емес деген секілді мысалға. Әлде жоқ, кәдімгідей біз сол ойын практикасы үшін дубльға баруымыз керек деп бір ойлар болды ма? Негізінен ондай ой мүлде болмайды. Себебі біз ойыншы ретінде ол біздің міндетіміз. Ақтөбе үшін бізге қойылған міндетті біз орындауға біз тиістіміз. Себебі біз оларға жұмысшы болып есептелеміз. Әрине, сол берілген задачаны орындаймыз. 6 ойынның 5-ін ұттық, 6-ын ұтуға мүмкіндік болды негізінен. Бірақ та енді өкінішке орай солай болып қалды. Енді алдағы уақытта оны одан әрмен жөндейміз деген ойдамын. Әділ, сол мысалға нацис пен дубльдің айырмашылығы жер мен көкте ғой енді. Залыңда қарасан, басқа да көптеген инфраструктуралық сұрақтар бар. Жалпы енді сол нацистан вышкаға, дубльге өту, немесе дубльден нацисқа өту бір енді қашан бітті өзі? 2 апта болды ма біткеніне дубльдің? 1 апта. 1 апта болды біткеніне. Бірден нацисқа барыңдар да нацистта ойнап жүрсіңдер. Көзге көріне ме, жалпы сезіле ме? Иә, әрине, екеуінің арасы жер мен көк, былай қарап тұрсаңыз. Бұл жақта енді Қазақстанның ең мықты ойыншылары, ол жақта жас буын, жас балалар жаңадан өсіп келе жатқан. Менің ойым жас балаларға шамалы болсын, көз қырларын салып көмектесу керек сияқты. Өйткені болашақ жұлдыздарымыз, болашақ ойыншыларымыз мықты сояқтан шығады деп ойлаймын өзім. Иә. Енді асыл сол жақта деңгей жана саған бір жігіттер келген жоқ па? Сол енді сен қатарлы жас құрдастарың ғой. Қалай нацистқа қалай өту керек, бір сұрақтар болып, совет сұраған моменттер болды ма? Жалпы әрине әр ойыншы келіп сұрайды ғой. Осы көбімен жақсы араласамыз ғой. Әр командада өзіміздің араласатын адамдарымыз бар, құрдастарымыз бар. Солармен ойыннан кейін болсын, кешкісін болсын, көрісіп қалған кезде сұрайды. Қалай ол жақта уровень қандай деген сияқты. Енді оны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес деп ойлаймын. Себебі ол жақта сезінетін сезіммен, ол жақта тіпті андай толқыныстар болады ойынның кезіндегі. Соның бәрін жеткізу мүмкін емес, оның бәрін тек сезіну керек деп ойлаймын. Сол үшін олардың да уақыты келеді деп ойлаймын. Себебі былтырғы сезонға қарағанда биылғы сезонда жастар көбірек. Олар өз-өзін жақсы көрсетіп жүргендер де бар, өздеріңіз білесіздер. Бәрі өз уақытымен келеді деп ойлаймын. Егер солар еңбектенсе, алдағы уақытта олардың да мүмкіндіктер болады. Соны дұрыс пайдалана білсе, алдағы уақытта нацилиганы да ол жігіттерді ойнауға болады десең ғой. Енді Ақтөбе сол командасына келетін болсақ, енді Ақтөбе командасына реально андай бір орысша айтады ғой, повезло деп. Өйткені сендерге сол волейболдыға жаны ашитын, волейболды жақсы көретін меценат деп айтайықшы, Әлімбек Мұқанов ағамыз келді де команданың деңгейін, енді инфраструктурасын, деңгейін, көрсеткіштерін уақыт-уақытымен, енді кезең-кезеңімен көбейтіп ұлғайтты, иә? Жетістіктерді. Енді мысалға Әлімбек Мұқанов ағамыз болмаған кейбір енді әрбір командада ондай аға жоқ қой мысалға. Әрбір енді команданың әл-ауқаты ол бюджетке байланысты, иә, мысалға. Ол бюджетті қалай игереді, қайда жұмсайды. Мысалға, енді сендер басқа бір команданың ойыншылары есептеген кезде, әлі қазір мысалға сендер сол дубльда ойнап жүрушендер. Сол дубльдан немесе кемінде вышкаға, жоғарғы лигаға өту үшін жалпы не істеу керек? Сондай бір кейс. Түсінікті, қазір сендер енді нацилигада ойнайсыңдар, барлығы жақсы, бірақ енді осындай ағаларымыз болмаған жағдайда қалай ойлайсыңдар? Бізде өзін қалай көрсетуге болады біздің волейболда? Өз-өзін көрсету өте қиын, себебі әр командадағы жұмыс жасайтын менеджмент дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі дубльден кейін, мысалы дубль 21 жасқа дейін қысқарып қалды. Кезінде 23 жасқа дейін болды. Содан кейін көп ойыншылар өзінің мансабын аяқтап кетеді жастай. Жақсы ойыншылар дейсің ғой. Высший лигаға ілінбей қалады. Высший лигаға ілінбеген адам ол нацилигаға да ілінбейді. Мүмкіндігі өте болмайды ешқандай. Меніңше қалай айтсам екен, көп қазіргі таңда ауысты ғой, мысалы Атырауға келіп жатыр жас ойыншылар, дубльде бар. Сол үшін дубльде болсан, сол дубльде ойын жақсы болса, ойынды көрсетіп, сол нацилигасы жақсы команда жаңағыдай жұмыс жасайтын деген сияқты командалар болады. Осы командаға барып мен өсем-ау деген сияқты. Сол командаларға барып, жаңағыдай бапкерлермен сөйлесіп, сол жаққа ауысып алып,
ол кезде сен асыл айтып тұрған өзін Иә, ұсынуың керексің иә. мысалға вышкада әділ меніңше менің өз ойым бізде барлығы енді бір поступательный дейді ғой, кезең-кезеңмен болу керек. Вышкада жақсы ойнадым ба, мысалға ұттым ба, сол вышкада ұтқан команданы бірдеңке қылып деңгейін өсірту үшін жоғарғы лигаға бір өзін көрсетуге мүмкіндік беру керек. Жоғары лигада ол команда тағы жақсы ойын көрсетсе, олар ұлттық лигаға жолдама алады деген секілді, сен өзің күшіне сену арқылы өзін көрсете аласың. Ал мысалға сен дубльде ойнадың, сені ешкім қарамайды, там бізде көп клубтарда сондай бір скаут деген нәрселер де жоқ қой, мысалға келіп сен арнайы қарап кететін бір-екі клубта бар, сен айтып кеттің, Атырау жақсы жұмыс жасайды жастармен, басқа да клубтар келіп қарайды. Бірақ дегенмен де меніңше біздің бір дубльдарға андай бір немқұрайлы қарап жүр. Иә, дұрыс айтасыз. Жалпы дубльден мысалы 21 жасқа дейін деп жатыр қой. 21 жасқа асқан кезде уже ол ойыншыда вышкаде ойнауға мүмкіндік болса, одан әрі қарай өсе береді. Мысалы вышкадан жақсы ойын көрсетіп жүрсе, ұлттық лигаға да шығуы мүмкін. Өзіне байланысты біріншіден. Және де жаңағыдай мүмкіндікке байланысты. Сондай жүйе болса бізде, мысалы дубльден кейін вышкаға ауысатын, вышкаден мысалы чемпион болса, ұлттық лигаға шығатындай сондай жүйе болса, өте керемет болады. Осы айта кетейін, себебі дубльге ондай қатты көңіл бөлінеді деп мен айта алмаймын. Себебі жарысты ұйымдастыратын жерлерде, жарыстың ұйымдастырылуына да мен ондай қатты көңілім толмайды. Себебі жарыстың ұйымдастыратын залдарда ондай қатты барлық жағдай жасалмаған. Ол жарық жағынан болсын, жылу жағынан болсын, полдың жаңағындай паркет, терафлекс деген сияқты ондай жағдай мүлдем көрмеймін мен. Белгілі бір жақсы қалаларда болса, айтатын едім осындай жақсы деп. Ал бірінші, екінші турға қарап мен ондай енді кешірім сұраймын, бірақ енді шындық деп айту керек деп ойлаймын. Жақсыға тез үйреніп кетесің ғой. Ұлттық лигада бізде өте керемет, енді ұлттық лиганың көптеген енді бір мысалы площадкаларын соншама күшті деп айта алмайсың, бірақ енді деңгейі енді жақсырақ. Жастарымыз өсіп келе жатыр да. Ал сондай залдардан кейін құдай сақтасын, бір травмалық болады жастай кезінен. Жылу дұрыс емес, дұрыс қыздырынбады, жаңағындай пол дұрыс емес, дұрыс түспей қалды, мысалы секіргеннен кейін оның барлығына дұрыс көңіл аудару керек деп ойлаймын. Сен ойынша асыл соның барлығы инфраструктура жаңағы волейбол үшін осы спортта қалуы, жас ойыншының қалуы әсер ете ме? Әрине, енді сол деңгей, яғни ол уже профессионализм болып есептеледі. Сен дубльде ойнайсың, сен күнделікті жаттығу жасайсың, әрбір апта сайын жалақың болады, өзіңнің контрактың болады. Сол үшін оған мейлінше көбірек көңіл аудару керек деп ойлаймын. Әйтпесе сол біздің жастарымыз бізді көтереміз деп барлығы сөйтіп айтып жүрген кезде енді болашақта ол нәрсе болмай қалса да енді таң қалмаңыз деп ойлаймын, себебі ондай қатты көңіл бөлініп жатқан жоқ. Иә, негізі қазір сол жастарымызға қатты көңіл бөлу керекпіз. Себебі енді ұлттық құраманың көрсеткіштерін қарап жүр ғой, соңғы Азиада ойындарында, жаңағы челлендж кубоктарында жалпы көп жылдар қатарынан біз сол бестікке де іле алмай жүрміз. Енді мақсат кезекті олимпиадалық цикл дейді ғой, сол жастарымызды дамыту, сол жастардың ішінен қазір бізді ең қуантарлығы мен үшін жаңалық болған былтырғы Азия ойындарында сендердің қатысуымен өткен Қазақстан жастар құрамасының көрсеткіші 5-ші орын алсаңдарда өте керемет ойынмен таңғалдырдыңдар. Команда өте мықты, Сергей Михайлович Трико жинаған команда, Ақтөбе қаласына дайындалдыңдар. Сол бір былтырғы көрсеткіш туралы айта кетсеңіздер, бұл андай болды ма? Случайность па, әлде кәдімгідей дайындалған командамен бірге цикл өткізген, кәдімгідей жоспарланған көрсеткіш болды ма? Сендер үшін жалпы қалай бардыңдар сол чемпионатқа, қандай мақсатпен бардыңдар, өздерін әлем чемпионатына шығамыз деген бір ой болды ма мысалға? Ең біріншіден бізге осындай жарыс болады деп айтқан кезде, жаңағыдай бізде оның алдында U18 болды. Ол кезде қаржы жағынан мәселе болғасын бара алмай қалғандықтан бізге сондай квалификациядан өту керек болды. Біріншіден Астана қаласында Өзбекстан құрамасымен ойнадық. Ол ойында жеңіске жеттік те, ары қарай жолдама алған болатынбыз. Иә, бізде Ақтөбе қаласында жиын болды. Барлық мықты деген ойыншыларды жинады. Қанша ойыншы келді шамамен? 18 ойыншы келді. Содан 12-сі ғана іріктеп алынды. Біздің главный тренер Сергей Трико Михайлович жинаған болатын. Иә, бізде сбор болған кезде
бір ай дайындалдық, тұрақты дайындалдық. Сосын сол жарысқа енді максимальный задача болды, барымыз саламыз деген. Бардық, ояқтында деңгейін көрдік, өте керемет әсер алдық ояқтан. Құрдастармен ойнадыңдар десеңші. Құрдастармен ойнадық. Ояқтың өзгеше болды, атмосферасы да бәрі де. Сол енді Азия чемпионаты не болды енді кәдімгідей бір той ретінде әрбір волейболшы өз-өзін көрсету. Айтпақшы сол ойындардан кейін асыл Клим екеуінде Корея драфтына шақырған деген бір әңгіме шықты, ол қаншалықты рас болып шықты? Жалпы групповой этаптан өткеннен кейін бір күн демалыс берді. Сол тренировкадан кейін қарасам, инстаграмға жазып тұр бір агент, солай мен Кореяның скауты боламын, осы 2025-те драфт болады деген сияқты әңгіме қозғады. Басында ондай қатты сенген жоқпын. Содан кейін барып осы жақтан, Қазақстаннан барып келген ойыншылардан сұрадым, бір-екеуінен, осындай адам сізге жазды ма деп. Сол кісі жазған екен. Сол енді сол кісімен келісіп, бұйырса келесі жылы драфтқа барасың. Барамын деген ойдамын енді. Әзірге белгісіз енді. Аламы алмаймын десе, сол драфтқа шақырама. Сол Азия чемпионатында асыл команда атмосферасы жайлы, жалпы жігіттердің деңгейі басқа командалармен салыстыршы, енді түсінікті ғой, Иран командасы, Жапония, Қытай, Корея деген енді алыптар ғой енді. Дегенмен де сол алыптардың жанында біздің құрама өзін өте жақсы көрсетті. Демек, біздің сол осы поколение дейді ғой, осы жастарымыз енді Алла қаласа барлық жақсы болса, Алла қаласа барлық мүмкіндік жасап берсе, сендер өссеңдер, бір 2-3 жылдан кейін біз Азия ойындарында неге осы бестікке қайтадан таласпасқа, неге біз үштікке неге таласпаймыз? Бірінші орын енді жарайды, қиын болатын шығар, өйткені Иранның қандай деңгейде дамып жатқанын, Жапонияның қандай деңгейінде дамып жатқан, меніңше өмірде спортта өмірдегідей алдауға болмайды. Енді 1-2 матч жарайды, ұтып кетесің, бір жаңа фарт болады, команда мықты ойнап кетеді, ал былай деңгейде стратегиялық жол ретінде кәдімгідей Қазақстан ұлттық құрамасы 3-4 жылдан кейін бірінші орын аламыз деп атой салу, меніңше ол фантастика. Фантастика болуы мүмкін, бірақ та егер де барлық жағынан дұрыс жұмыс жасаса, неге ол нәрсені жасамасқа деп ойлаймын. Себебі қаржы жақсы бөлінсе, жақсы мамандар тарттырса, жақсы оқу-жаттығу жиындары жүргізілсе, жаңағыдай СНГ-ның ТМД елдеріне жақсы турнирлерге жаңағыдай шығып тұрсақ, международный опыт дейсің ғой, бізде мүлдем жоқ қой ондай мысалға. Соңғы рет сол чемпионат Азияда ойнадыңдар, сосын кейін ешқандай жиын болған жоқ сендер де? Жалпы сондай нәрселердің барлығы дұрыс ұйымдастырылса, енді Иран қаншама жылдан бері, 7-8 жылдан бері бірінші орынды бермей жатқан команда, Корея, Япония, оның бәрі Японияның өзі қазіргі таңда тек жастар емес, үлкендердің өзі де өзін волейболын дәлелдеп тастаған. Жалпы дұрыс жұмыс атқарылса, бәрі болады деген ойдан бұйырса. Енді Алла қаласа 25 жылы Қытайда тамыз айында әлем чемпионаты болады. 21 жасқа дейін әділ енді ол құрамаға ілігесің бе, ілікпейсің бе, болашақтың сұрақтары ғой. Енді Алла қаласа, енді барлық жақсы болса, Алла амандығын берсе, бастысы травмасыз осы маусымды ойнап бітірсеңіздер, міндетті түрде барасыздар. Қандай бір андай бар ма, 2025 дайындаламыз, Қытай, әлем чемпионаты деген бөлек қой. Азияның көрінде, ал бұл жерде сен Канада мен Солтүстік Америка командасы, Пуэрто-Риком бар, Кариб аралдары ма, оңтүстік Америка ма, енді сол жақтан Польшам бар. Мықты ғой, Польша Европада қазір ең топ командалардың бірі. Бір андай сезім бола ма, сол тезірек болса екен, дайындалсам екен, көрсетсем екен. Жалпы әлемдік рейтинг болғасын, басында ондай қобалжу болмайтын, уже уақыт жақындап келе жатыр. Уже жақындап қалды. Біз жалпы осы сезоннан ағаларымыздан үлкен опыт жинап, сол болды басты чемпионат мираға жақсы ойын көрсету, барымыз саламыз. Осы сезоннан кейін мүмкін клубный Азия бар ғой. Осы суперкубокты ұтқаннан кейін оған барып қалуымыз мүмкін. Және содан кейін қайтадан сбор басталады. Жаңағыдай бізге айту бойынша СНГ ТМД елдері бойынша турнирлер өткіземіз дейді. Солардан опыт жинап, бұйырса мирға қатысамыз деп отыр. Дайынсың ғой. 5 жыл бұрын, Асылхан, 5 жыл бұрын осындай бір клубный чемпионат Азияға барам, әлем чемпионатына барам, Азия чемпионатына барам деген бір елестеді ме сен көз алдында осындай? 5 жыл бұрын осындай маған береді деген секілді. 5 жыл бұрын емес,
2 жыл бұрын деп айтайық, 2 жыл Иә, бұрын иә. басталды ғой жалпы спорттық карьерамыз. Мүлдем мұндай нәрсені елестете алмадым. Себебі бірінші жылы жаңағыдай высший лигада ойнағаннан кейін, екінші жылы бірден ұлттық лигаға көшіп, сондай енді жақсы деңгейде өзімді көрсете алдым деп ойлаймын. Енді ондай мүлде ойымдағыдан да асып түсті деп ойлаймын енді. Бұның кілті не деп ойлайсың? Қалай ойлайсың? Білмеймін Қалай да. сен дубльда ойнап 2 жылдың ішінде әлем чемпионатына бара жатсың? Клубный чемпионат Азияға барып жатсың деген бұл енді қарап отырсаң бір киноның несі ғой, бір сценарий секілді ғой мысалға. Жалпы енді бір тренировканы деп айта алмаймын, себебі менен де қатты көп тренировка ұстайтындар бар. Менен де жақсы режим ұстайтындар да бар. Менен де қатты волейболды жақсы көретіндер де бар. Енді бұл адамға берілген бақыт деп ойлаймын. Соны берілген мүмкіндік, соның сәтін салып дұрыс пайдаланғанның арқасында осындай деңгейде өнер көрсетіп жүргеніміз соның арқасында деп ойлаймын. Әділ, қараш, егер енді Ақтөбеге басшылық ауысты деп айта алмаймыз енді. Басшылық жаңа ақша қаржы бөлінді деді не? Облыс акиматтан жақсы менеджмент бар сендерде, инфраструктура бар. Егер Қазақстанның әрбір аймағында осындай басшылық, осындай ақша берілсе, осындай инфраструктура болса, біздің жастарымыз кемінде бір енді қанша бір қала бар енді 17 қала ма, 17 облыс па, әрбір ауданнан кемінде бір 2 ойыншы шықса. Иә. Арман ғой бұл бізге. Иә, дұрыс айтасыз. Бұл негізі қарап отырсаң бір ана бір фантастика, бір керемет бір деңгей емес қой. Қазір ақша бәрі бөлініп жатыр, барлығы жақсы, волейболды дамытып жатыр, медиа шақына көтеріп жатыр мысалға. Сондай мүмкіндікті әрбір қазақ баласына, қазақстандық балаларға берсек, сенің ойынша біздің волейбол көтеріліп кете ме? Өйткені 2 жылдың ішінде сендер жай ғана дубльдан жастар арасындағы әлем чемпионатына бара жатсыңдар. 2 жылдың ішінде. Иә, бұл әр қалада осындай жаңағыдай руководство, бастықтар болса, жаңағыдай көңіл бөлінсе, үкіметтен жаңағыдай қаржылай бөлінсе, мүмкіндіктер берілсе, мысалы 2 жыл каждый облыстан 2 ойыншыдан ұлттық лигаға каждый жыл сайын өтіп отырса, ол өте үлкен жетістік негізінде. Жаңағыдай жас ойыншыға да, жалпы болашағымызға да жас ойыншылар керек деп ойлаймын. Мысалы сол 2 ойыншыдан облыстан шығып отырса, өте керемет деп ойлаймын. Конкуренция 18 емес, жиынға 18 емес, 40 адам топырлатып келсе, мысалға қалай, 2 есе жұмыс жасайсың ғой мысалға сен. Өйткені сен позицияңда жалғыз сен емес, Жетісудың бір центральный блокирующий емес, Павлодардағы Балтабеков па? Балтабаев емес, 5-6 адам мысалға. Саған да ол мотивация ғой мысалға, саған да өсу үшін бұл конкуренция, бәсекелестік. Жалпы келесі жылғы жаңа чемпионат мирға сондай конкуренция болады деген ойдамын, себебі айтылып жатқан әңгімелерге байланысты көп ойыншыны шақыртуда меніңше өте күшті конкуренция болады деп. Ана мысалға бізді кімменде Диормен хабарласып тұрамыз ғой, Шымкенттің командаға. Қалай ойнап жатыр, жау барлық сол Сайрам ауданынан, сол Шымкент қаласының жанындағы ауданнан жиналған балдар алды да, мысалға қазір жоғарғы лигада өте керемет ойын көрсетіп отыр. Жас берделдің балалары бар, басқа да региондар. Енді сендерге қарап, олар енді айтады ғой, міне Асыл мен Әділдер осындай деңгейге жетті, мысалы бізге де жетуге мүмкіндік қой, мысалы оларға да мотивация ғой, сендердің сол жаққа барып жатқандан олар да жеткісі келеді. Бірақ жаңағы сен айтып кеткен мәселелер де бар. Асыл сол мәселелерге қайта тоқталып кетсек, жалпы мансабында енді басталды ғой волейбол карьера. Бірақ менің білуімше сен түбегейлі волейболдан кетем болды, басқа нәрсемен айналсам деген ойлар болды. Ойлар болды дегенде ол ең басында болған шығар. Мектеп бітіргеннен кейін үйдегілер негізі қарсы болған волейболмен ары қарай айналысуыма, себебі оқуыңды оқы, жаңағыдай волейбол саған нам болмайды деген сияқты әңгіме болды. Енді ол ата-ананың ол мен райымнан тайдыру емес, ол мен болашағымды ойлап айтқан деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңда оқыған кім оқиды, кім жақсы жұмыс істейді, соның заманы деп ойлаймын. Ол да дұрыс. Әрине, бірақ та менің жаңағыдай көңілімді қалдырмасын деп басында қарсы болғанмен жаңағыдай соңында айтты, балам, сен қатар алып жүрге тырыстың ғой? Қатар алып жүрге тырыстым, бірақ та 10-11 класстан кейін ол нәрсе мүмкін болмады, себебі жарыстар көбейеді. Ол кезде енді молодежь болады, 4 чемпионат болады, 4 мезгілде. Оның бәріне дайындаласың, кемінде 1-2 аптаға кетіп қаласың, сборым бар. Онымен бірге сабақты алып жүру өте қиын. Себебі оңай болғанмен де сен жақсы оқитын
жақсы түсінігім болғанның өзінде де ол үлгермейсің бәріне. Бір жағында алсам, бір жағын қалып қояды. Иә. Қазір ата-анаң риза ма, не деп жүр жатыр? Дұрыс Әрине. Бірінші рет жаңағыдай ұлттық лигаға шықтық қой, кубокқа келгеннен кейін, Қазспорттан көргеннен кейін қуанышында шек болған жоқ, үйдегілерінде, тума туыстында, танитын адамдарында сені сондай Қазспорттан көріп жатырмыз ғой деген сияқты. Енді маған да ондай бірден андай қалай айтсам болады, жарылыс болып кетті да өзім ішінде ше. Қуанышының шегі жоқ, жақсы өнер көрсетіп жатсың, бәрі бірден болып кетті ма деген сияқты ойда келеді, бірақ та оның бәрі уақытша нәрсе екеніне көзім жетіп жатыр. Әділ, сен қалай ойлайсың, ата-аналардың сондай бір баланы андай бір выборға қою, бұл біздің волейболдың жалпы спорт ретінде әлсіз даму ма, әлде егер мысалға қазір бізде керемет чемпионат, барлығы жақсы болса, волейболшылардың жарнамаға түсіп жалақысы жақсы, мысалға футболдағыдай жалақысы жақсы болып, жоқ волейбол таңдаймын десе, мысалға ол енді бір волейбол таңдасам, бұл кәдімгі бір өмірлік нем ғой, кәсібім болып кетеді ғой, немесе білмеймін, қалай еді, немқұрайлы қарау ма жалпы волейбол? Қалай ойлайсың сен жалпы, неге ата-аналар, өйткені сендер ғана емес, басқа да жас балалардың алдында бұндай не тұрады, выбор тұрады, не волейбол, не оқу. Көбісі волейбол таңдап кетеді, мысалға, кейбіреулер тастап оқу оқып кетеді. Бұл жақта сен қалай ойлайсың, неге осындай бізде выбор тұрады? Жалпы бұндай жағдай менде де болған, ата-анам қарсы болған. Мен ойлаймын, бұл волейболдың футбол сияқты жаңағыдай дамымағаннан деп ойлаймын. Мысалы, футболда мысалы жаңағыдай жағдай жасалған ғой. Мысалы, волейболда солай жағдай жасалса, может, ата-аналар ондай қарсы шыққан дегенде олар болашағымызды ойлағандықтан айтады ғой. Болашақта жақсы маман иесі болып, жақсы жерде жұмыс істесе деген секілді. Яғни сол волейболдың сол дамымағаннан деп ойлаймын. Сол жақпен жұмыс жасауымыз керек қой дейсің ғой негізі, өйткені қазір қаншама мысалға жастардың сол жартысы, мен бір 30-40% сол волейболды тастап, жаңағы басқа да кәсіппен айналысып кетті. Жаңағы жолдастарым да бар шығар араларында. Ондай ойыншылар көп қой. Жаңағыдай жас кезінде жақсы ойнап, енді болашағынан үміт күтіп отқан кезде, жаңағыдай оқуға көңілім болып, сол жаққа бет бұрып кеткендер, енді оларды кінәламайсың, өзінің таңдауы. Мұндан айтатын ешқандай өкпеміз жоқ, енді өзінің таңдауы. Енді қазіргі таңдағы жағдайға оралайық, өйткені көптеген командаларда қазір енді легионерлерді бюджеттің ақшасымен төлеуге, жалақыларын төлеуге болмайды деген әңгіме шықты. Бірінші қаңтардан бастап ол заңнама күшіне енеді, және келесі жылы біздің қазақстандық балаларға өзін-өзі көрсетуге өте көп мүмкіндік. Бірақ мен енді көп басқа клубтардың директорларымен сөйлескен кезде біздің әлі жастар оған дайын емес. Бізде жаңағы ұлттық лиганың деңгейі жаңа айтып кеттік қой, жоғары ғой. Жоғарғы лиганың деңгейі бөлек, жаңа дубльдердің деңгейі бөлек. Біз сол жастарды қайдан аламыз деген сұрақтар көбейді, мысалға. Сен қалай ойлайсың, Асыл? Біздің қазақстандық волейболшылар, жас волейболшылар қазір сол өзінің конкуренция көрсетуге дайын ба? Жоғарғы лигада болсын, жаңағы ұлттық лигада болсын, әлде кәдімгідей барлық кезеңімен, және сендер айтып отқан кездер легионер келіп, солармен бәсекеге өзін көрсету, өзінің скиллдарын көбейту, сосын барып бір 25-26 жасқа дейін жетіп өзін көрсету ма? Қалай ойлайсың? Негізінен бастапқы сұрағыңызға оралайын. Бірінші айттыңыз ғой, осындай ойыншыларды қайдан аламыз дейді, жас ойыншыларды. Ол сұрақты қоймас бұрын, мен ойлаймын, өзін бірінші ойлану керек қой. Мен волейбол клубым бар, неге мен академиям жоқ, мен жастарды неге тартпаймын деген сияқты. Мен неге воспитанниктерім жоқ деген сияқты. Сол нәрсені ұйымдастыру керек деп ойлаймын. Сол нәрсе жақсы жұмыс атқарылса, неге бізден де жақсы ойыншылар шықпайды? Мысалы, Алтай волейбол клубы жоғалмас бұрын қандай керемет ойыншылар болды. Қазір таңда енді Өші лигада ойнап жатыр. Жақсы өздерінің жас береді результаттарын көрсетіп жатыр. Болды ғой академия. Болды. Өздерінің жас ойыншылары бар. Одан да бөлек жетісу. Қазір көріп жатсыздар қандай керемет жұмыс атқарып жатыр, Сол нәрсемен дұрыс жұмыс атқарылса, әрине жастар өте көп, волейбол спортына қызығатын ұлдар да, қыздар да өте көп. Сол нәрсе орындалса, мен ойлаймын, легионерлер болады.
ол болуы тиіс, себебі ол лиганың деңгейін бір бас жоғары көтеріп тұратын ойыншылар, себебі олар болмаса өзімізбен ойнасақ, меніңше ол чемпионат мүлдем қызықсыз болады деп ойлаймын. Деңгейі түсіп қалады деп ойлайсың ғой. Деңгейі, себебі әр суперлиганы да, мысалы Россияның көршілес легионерлер бар ғой, олардың академиясы нашар емес, олардың волейбол мектебі өте мықты әлем бойынша, бірақ та легионерлер бар, себебі олар чемпионатты өзі өте қызықты қылады, сонымен өздерін бөлек деңгейде ұстайды, бәрін интригада ұстайды, кім чемпион болатынын соңына дейін біле алмайсыз, бәрі плей-оффта өзгеріп кетуі мүмкін. Сол үшін мен ойлаймын, бұл нәрселердің бәрімен дұрыс жұмыс жасау керек деп. Әділ, сенің ойынша қазір енді лига келесі жылы өзгеретіні анық, формат та өзгеруі керек, жалпы жаңағы ойыншылардың да деңгейі, скиллдары өзгеруі керек. Бір деңгейде тоқтап қалмас үшін, мысалға, болды, мен осы деңгей, мен ары өспеймін деген секілді, енді іштегі талап та болады ғой, соған байланысты ғой, бәрі желанияға, талапқа. Саған тағы бір саты жоғары прогресс жасау үшін қандай мүмкіндік жасап беру керек? Дәл саған, сенің ойынша. Мен үшін ба? Иә. Әлі сөйлемең, кәдімгі жаңағы Надырхан Қадырхан, Дамир Акимов секілді мықты тосқауылшы шығу үшін саған сенің ойынша қандай мүмкіндік жасап беру керек? Меніңше негізінде барлық мүмкіндік бізде бар. Яғни Ақтөбе волейбол клубында барлығы жасалған бізге. Яғни осындай үлкен ағаларымыздан, опытный игроктардан, сборниктерден біз тәжірибе жинаймыз. Осы сезонды бұйырса жақсы аман-есен аяқтасақ, бұйырса бейінде чемпионат мирам, сборым, турнирдан одан да үлкен тәжірибе жинаймын деп ойлаймын. Жазда демалыс жоқ десеңші. Тәжірибе жинаймын деп ойлаймын, және келесі сезонға уже қазіргіден де мықты болып келемін деп ойлаймын. Жалпы енді сен өзінің дамуына, мысалға бір басқа клубта ауысу, ойнауым керек, өсу үшін ойнауым керек, басқа клубқа ауысып көрейін, арендаға барып көрейін деген бір не болған жоқ өзінің ойлар? Менде ондай ой мүлдем болмаған. Әлде сен кәдімгі кез келген Ақтөбенің спортшысы секілді, жоқ, Ақтөбе, бірінші Ақтөбе регион, одан кейін барып көреміз деген секілді. Кетсем, бірақ неге кетем, Трентинаға кетем деген ойлар болды ма? Білмеймін, менде мүлдем ондай ой болмаған екен. Басқа жаққа ойнап көру деген. Жалпы Ақтөбенің воспитаниеге болғандықтан әзірше Ақтөбедеміз. Асыл, жас енді өзінің қатарлы құрдас волейболшыларға қазір қандай не айта аласың, мысалға? Қазір енді сенде 2 жылда жаңағы спортивный өмірін дейді, мансабын өзгерді ғой. Деңгейінде өсті, барлығымыз көріп жүрміз, жақсы ойнап жүрсіңдер, көз тоярлық, чемпионат мираға шықтыңдар. Біздің жастарымыз білмеймін, тарихта болды ма, болмады ма, әлем чемпионатына шығып көрмеген меніңше. Мүмкін шыққан шығар, бірақ енді менің білуімше енді тарихта алғаш рет осындай деңгейге жеттік. Демек, біз жаңағы жастарымыз, сендер енді қатарлы құрдастарымыз дұрыс деңгейде, дұрыс бағытта жүрміз. Алла қаласа 3-4 жылдан кейін енді осы костяк дейді ғой, барлығы өзгеруі мүмкін ғой. Жаңа ойыншылар келеді, біреу мансабын аяқтап кетеді, біреу басқа жол таңдап кетеді деген секілді. Бірақ та осы қарқынды біз сендерді осылай мәпелеп, дайындап, бүкіл деңгей жасап берсек, Алла қаласа сол әлем чемпионатында және лига нацияға шығуымыз әбден болады деп ойлаймын мен. Сондықтан сен жаңағы жас балдарға, білмеймін, өзің тұрғыдан және өзің мансабында қазір өткен бір ақыл кеңесің қандай болады? Ондай ақыл кеңес айтатын, білмеймін, ондай ойыншы болмаған шығармын әріде, бірақ та енді айтайын, әрбір адамның басына бақ келеді ғой, соны дұрыс пайдаланып, сол мүмкіндікті жіберіп алмаса, әрине болады, бәрі ол тек мен осы бір деңгейде қалып қоймайын деген оймен емес, ары қарай ұмтылып, жаңағыдай болады ғой бәрін жасауға. Волейбол, Қазақстанда волейбол өлді дейді, бірақ та мен ол нәрсеге сенбеймін. Өлген болса, мындай қызықты чемпионат болмайтын еді бізде. Біздің жастарымыз чемпионаты Азиядан мұндай орын алып келмейтін еді. Жалпы барлығы өз уақытымен, өз мүмкіндігімен келеді деп ойлаймын. Жақсы жаттығу жасаса, жақсы дайындалса, олардың да уақыты, олардың да мүмкіндігі келеді. Бізде енді қазір футболда мен барлық жерде жүрген кезде айтып жүремін, қазір ана сен көресіңдер ме, көрмейсіңдер ме, Киджи лига деген бар ғой. Тимур Турлов, белгілі олигарх, меценат, бүкіл деңгей жасап берді. Жаңағы сол
16 жастағы 17 жастағы балдарға өзінің чемпионаты бар, өздерінің инфраструктурасы бар, мықты алаңдарда ойнайды. Сол балдарымыз да өте қазір жақсы нәтиже көрсетіп жүр. Біздің де волейболда менің ойымша біздің жастарға міндетті түрде көп көңіл бөлу керек, себебі енді қазір нақ осы жақпен өмір сүріп жатырмыз ғой, бірақ болашаққа қарауымыз керек, және болашақта жақсы жетістіктерге жету үшін сендерден бөлек жаңағы 16, 17, 15, 14 деген жастағы балаларға көп қатты көңіл бөлу керек. Өйткені Суперлига, Наслига деген нәрселер ол келмейді. Әрине сол еліміздің волейболының деңгейі сол ұлттық лига ғой, бірақ та сол ұлттық лигада 5-6 жылдардан кейін кім ойнайды. Просто былтыр ма бір чемпионат Азияды қарап жатқан кезде, составқа қарап жатқан кезде 34-35 жастағы көп егде тәжірибелі волейболшыларымыз бар да. 29, 28, 27 жастағы волейболшылар аз да. 24, 23, 21 деген жастар волейболшылар. Сонда қарап отырсаң, біз белгілі бір жас аралықтарын жіберіп алған секілдіміз. Ол да енді дұрыс емес, өйткені ұлттық құрама болғаннан кейін бұл жерде енді ең мықтылар, ең күшті волейболшылар ойнауымыз тиіс. Сол себептен де мен жаңағы біздің ұлттық құраманың бас бапкерімен кездескен кезде міндетті айтатыным, жастар көбірек тартынышшы, жастарға мүмкіндік беріңіз, олар қазір ойнасын, олар қазірден бастап көрсін бұл деңгейді. Өйткені енді 5-6 жылдан кейін және 34-35 жастағы ағаларымыз барлығын беріп кетті, олар да жасап кетті. оларға әрине ешқандай реніш жоқ, бірақ ұлттық құраманың келесі болашағын ойлап жатқан кезде міндетті түрде, мысалы қазір сендер әлем чемпионатын ойнап кеткеннен кейін қай жаққа барасыңдар? Әрине ересектерге өттіңдер ғой, мысалға. Сендерге сол костякты қалдырып, сол костякты толықтырып, мықты ойыншылармен біздің Қазақстан ұлттық құрамасының, ерлер құрамасының білмеймін бір болашағы, және астымен сенімен келсем, бар сияқты. Сол мүмкіндікті жіберіп алмау керекпіз. Сондықтан ол енді әрбір өңірдегі басшылыққа байланысты ғой. Әрбір өңірдегі басшылық, мысалға сендерде Ақтөбе командасында кілең Ақтөбенің балдар ойнады ғой, Ақтөбе қаласына қатысы бар, оқыған, сол жерде туылған балдар ойнады мысалға, әрбір өңірде сондай бір мүмкін, сондай бір не болса, бір стратегия, Жетісу облысында, Шығыс Қазақстан облысында, Семей, онда бізде білмеймін, конкуренция өседі, конкуренция бар да, сендер де өсесіңдер деген секілді ғой. Әңгіме сода. Жалпы ойын бойынша өзім барлық командаға былай есептеп қарасақ, примерно бірдей бюджет бөлінеді ғой, бір жыл сайын. Бірақ та сол бюджетті қалай дұрыс игеру, кім жақсы дұрыс игереді, сол команда чемпион болады деп ойлаймын. Кім жақсы өзіне жағдай жасайды, жақсы ойыншыларды өзіне тарттыра алады, сол ойын барысында өзінің кім атмосферасын дұрыс құра алады деген сияқты. Сол нәрсенің барлығымен дұрыс жұмыс жасаған арқасында ғана ол команда чемпиондыққа жаңағыдай таласа алады деп ойлаймын. Енді бұл жерде барлығы сәйкес келу керек қой. Егер бір волейболшыға жақсы бір ақша берсең, бірақ оның жаңағы сол қалада тренировкада алаң жоқ, там ОФП жоқ, басқа да бір білмеймін жайттар болса, енді ойланады ғой көбісі. Қазір енді бәріміз де біліп тұрмыз ғой, қай команда әлсіздісі бар, қай команда жақсысы бар. Енді қазір қарап отырсақ, соңғы жылдары мысалға менің байқауым бойынша енді Ақтөбе жақсы жағдайлар жасап отыр бүкіліне, Жетісу бар, және центр ашылып, және Тоқаевтың келгені, Жәнібек Омар сендердің құраманың ұлттық байланыстыру, соның алдында сөз сөйлеу деген қандай бұл керемет эмоциялар ғой. Демек, біздің волейболға да басшылық тарапынан бір қандай болсында не бар, внимание бар. Енді сол әрбір отбасынан басталады демекші ғой. Сол себепті біздің ұлттық құраманың ойындары да сол региондағы отношениемен байланысты болу керек. Тарту керек жастарға мүмкіндік беру керек, көбірек дубльға қарау керек, вышкаға ойындарын қарау керек. Солардың да деңгейін өсіруді керек қой. Негізі солардың дубльдің деңгейі, мысалға, және сен айтып отырсың ғой, инфраструктурасы нашар, вышкаға барасың, насқа барасың, көтеріледі. Бәрінде енді бірдей болу керек қой, салыстырмалы түрде. Өйткені сол жерден сен дамысаң, өзіңді көрсетсең, мысалға, саған мотивация ғой тоже. Жақсы ойын көрсетуге. Білмеймін, енді қазір енді бір тез сұрақтарға оралайық. Осы шаққа Ақтөбе командасы қазір енді үштіктер қатарында, жалпы маусымға өздерінде қандай план бар? Өзінде команда емес, чемпион болу, өзінде қандай бір осы маусымға не қойып отырсың? Мақсат. Осы маусымда маған берілген мүмкіндік осы ағаларымыздан мүмкіндік бірақ беріліп жатыр ғой. Беріліп тұр. Тәжірибе жинау, тренировочный процесте де, ойында да, және тренер ойынға да шығарып мүмкіндік беріп жатыр. Осы
ағаларымыздан осы сезон біткенше кем түспеу деген, шамалас болу деген өзіме мақсат қойғам. Сол мақсатты орындаудамын. Енді сенің позицияңда Дамир Акимов, Антон Кузнецов, ойбай, бұл Надирхан Қадырхановтардан үйренбесең, блогым бар, шабуылым бар, білмеймін енді. Саған бүкіл үш жақтан деген қорғап отыр ғой енді. Сол жерден енді өте бір өзіне жақсы мүмкіндік. Асыл, өзіне қандай мақсат қойып отырсың? Енді Айбат ағамыз бар, Кирилл Костеленко дейтін легионеріміз бар. Енді Суперлигада өзін көрсетіп келген. Қазір таңда енді көрсетіп жатыр ғой, қандай нәрсеге шамасы жететін, сондай өте жоғары деңгейде ойыншы екеніне. Және де Азамат Сейілханов бар, мен бар, жалпы 4 дайыраушықпыз ғой. Енді сол кісілерден үйренеміз. Әрине тек тренировкада емес, тек ойында ғана емес, солардың былай өмірінде де жасайтын. Болады режим ұстайды. Иә. Артық нәрсе жасамайды. Солардың көпшіліктің алдында артық өзін сөз саптауы дейсің ғой. Сол нәрселері қызығам. Жалпы сондай болғым келеді алдағы уақытта бұйырса. Алла қаласа. Енді алдағы ойындарға сәттілік. Жігіттер, сендер шықсаңдар, ойнасаңдар, біз қуанамыз. Шауы беріңдер, баса беріңдер. Ұлттық құраманың болашақ жұлдыздарысыңдар. Сендерге қарап, енді волейболымыз дамиды деген бір сенімді менде бір ой пікір бар. Сондықтан өздеріне деген талаптары азаймасын. Тек каналға енді жақсы ойналуына тілектеспін. Құрметті көрермендер, осылайша бүгінгі біздің шығарылым аяқталды. Міндетті түрде осы шығарылым астында пікір қалдырып, лайк басып, жалпы біздің YouTube арнаға тіркелсеңіздер, бізден сізге мың алғыс. Қош сау болыңыздар.